Ертеде теңіз жағасында шал мен кемпір өмір сүріпті. Шал балық аулайды да, кемпірі тоқыма тоқиды екен. Бір күні шал теңізге ау салса, оған алтын балық түсіпті. Алтын балық адам даусымен жалына бастайды. Мені теңізге жібер. Не тілесең, бәрін орындаймын. Шал мұндай кереметке таң қалды. Боссың. Маған сеннен ештеңе керек емес. Үйге келіп шал болған оқиғаны кемпіріне айтады. Сен ақымақсың. Балыққа барып, одан жаңа үй сұра, байлық сұра, ақша сұра. Шал алтын балыққа қайта келеді. Шал, саған не керек? Менің кемпірім ашуланып жатыр. Оған жаңа үй керек. Қайғырмай үйіне қайта бер. Жаңа үй болады. Шал үйіне оралса, үйінің орнында үлкен сарай тұр. Сен ақымақ, ашық ауыз. Неге сен тек үй ғана сұрайсың? Ақсүйек болғым келеді. Шал теңізге келіп, алтын балықты тағы шақырды. Саған не керек? Кемпір маған бұрынғыдан бетер ұрсып жатыр. Жай шаруа емес, ақсүйек болғысы келеді. Қайғырма, бұл тілегіңді де орындаймын. Шал үйіне оралса, үлкен сарай тұр. Балыққа барып айт. Ақсүйек емес, патшайым болғым келеді. Шал теңізге келіп, алтын балықты тағы шақырды. Саған не керек? Менің кемпірім тағы ашуға мінді. Енді ақсүйек емес, патшайым болғысы келеді. Уайымдамай жөніңе жүре бер. Енді ол патшайым болады. Балыққа барып айт. Мен патша болғым келмейді. Теңіз әміршісі болғым келеді. Алтын балықтың өзі маған қызмет етіп, құлым болсын. Шал тағы теңіз жағасына келіп, алтын балықты шақырады. Шал, саған не керек? Мына қарғыс атқан кемпірді қайтемін. Енді ол теңіз әміршісі болғысы келеді. Алтын балық үнсіз теңізге жүзіп кете барады. Шал алтын балықтың жауабын ұзақ күтті. Күте болмаған соң ол кері қайтты. Баяғы жер үйі орнында тұр. Есік алдында кемпір отыр. Қасында сынық астау жатыр.